Армысыздар, айдынды өлкенің айбынды халқы, сіздермен бірге Алакөл жаңалықтары. Эфирде Алтынай Қалиқызы. Құтқарушылар қоғам арасында аса маңызды орынға ие мамандық иелері. Олардың қиындық пен қауіп-қатерге толы қызметтері қашанда мақтауға лайықты екендігі жасырын емес. Таңның атысы, күннің батысы, еш тыным көрмейтін төтенше жағдайлар бөлімінің бүгінгі тыныс тіршілігі жайлы толығырақ келесі сюжеттен тамашалаңыздар. Түрлі табиғи апаттар мен оқыс оқиғаларда алғаш болып көмек көрсететін құтқарушылардың қоғамдағы рөлі ерекше. Күннің райы мен жылдың мезгіліне қарамастан, тәулігіне 24 сағат қызметіне әзір тұратын төтенше жағдайлар бөліміне қорқам, қолымнан келмейді деген түсініктер мүлдем жат. Өйткені, мұнда ерлікке емтихан тапсырып, егілік алып көрмеген кіл жүректі де білекті азаматтар еңбек етуде. Анты мен қызметіне адал мамандық иелерінің биыл құрылғанына 25 жылда толып отыр. Биылғы жыл Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау органдарының құрылғанына 25 жыл толып отыр. Алматы облысы Алакөл ауданының аумағында Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты 5 бөлімшесі орналасқан. Олар 3 өрт сөндіру бөлімдері, 1 жедел құтқару бөлімшесі және 1 күре жолдық медициналық құтқару пункті. Құтқарушылардың күн сайынғы әр сағатта атқаратын істерінің маңыздылығы мен мәнділігін мақтанышпен айта аламыз. Қандай қиыншылыққа тап келсе де төтенше жағдайлар қызметкерлері өз істерін абыроймен атқаруға бар ынталарымен кірісуде. Қазіргі таңда аудандық төтенше жағдайлар бөлімінде 60-қа жуық адам ел мүддесі үшін қызмет етуде. Биыл төтенше жағдайлар бөліміне 258 дабыл белгісі келіп түсті. Олардың 40-қа жуығы өрт оқиғасы. Және де қысқы мезгілде 41 жолда қалу фактілері тіркеліп, 80-ге жуық адам құтқарылды. Бұл қызметкерлердің жедел қимылдауы мен жылдам әрекет етуінің, сондай-ақ тосын жағдайлардағы тапқырлықтарының арқасы. Жылыту маусымының келуіне байланысты бөлім қызметкерлері пешпен жылытылатын үйлерді аралап, қауіпсіздік шаралары бойынша түсіндіру жұмыстарын да жүргізуде. Пештің айналасында тез тұтанатын заттардың, мұржа мен құдықта жарықтардың болмауын, түтіннің кедергісіз шығу үшін уақытылы тазартылып тұруын, иісті газдың тарауын алдын алу сынды істерді қадағалауда. Жылыту маусымында тұрғын үйлерде өрт қауіпсіздігін сақталуы мен адам өміріне зиян тигізбес үшін азаматтық қорғау орган қызметкерлері күнделікті жергілікті атқарушы органдармен бірлесе аудан аумағындағы тұрғын үйлерге аралау жұмыстарын жүргізеді. Оның ішінде аса назар бізде әлеуметтік осал топтағы отбасыларына бөлінеді. Бізде тіркеуде тұрған 382 отбасы бар. Біз әрқайсысына жеке барып, олардың қыс мезгіліне дайындықтарын, оның ішінде жылыту кезеңіне дайындықтарын көріп, тексеріп, өрт қауіпсіздік кемшіліктері анықталған жағдайда қажет болса, әкімдіктерге бірлесе, волонтерлермен бірлесе, олардың кемшіліктерді жоюға тырысамыз. Батылда батыр азаматтардың басын біріктірген төтенше жағдайлар бөлімінің бүгінгі тынысы осындай. Адамзат баласын түрлі апаттардан қорғауда алдыңғы шепте тұрған құтқарушыларды төл мерекелермен құттықтап, істеріне сәттілік тілейміз. Аслан Маханов, Нұрмақт Меңдібайұлы, Алмат Есенбеков, арнайы Алакөл жаңалықтары үшін. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес шалғайда орналасқан ауылдық жерлерді көркейту ісі бүгінде жаңа қарқынға ие болып отыр. Осы мақсатта түрлі бағдарламалар мен жобалар қарастырылып, тиісті жұмыстарды атқарылып жатыр. Аудан аумағында да ауылдарды дамыту бойынша қолға алынған істер аз емес. Солардың қатарында Арқарлы ауылдық округін өркендетуге негізделген жұмыстарды атап өтуге болады. Толығырақ тілшіміз баяндап берсін. Қоңырқай тірлік кешкен Қойлауылдың бүгінгі жағдайы көңілге қонымды. Заман ағымына сай тұрмыс үрдісіне қажетті дүниелермен рет-ретімен қамтылуда. Тұрғындардың басым бөлігі мал шаруашылығына ден қойып, игіліктерін ен даладан тауып отыр. Қойға қоңды, ірі қараға жайлы жер саналатын елді мекеннің халқы да қарапайым, еңбекке жақын, бірлікке құмар. Ауылымызды Арқарлы майбүйрек атылған, бұл ауылда береке, бірлік, ынтымақ өте жарасымды. Ауыл ақсақалдары қазіргі таңда ұйымшылдық менен кейінгі артымыздан өсіп кеткен 7 жас жеткіншек балаларымызға, ұрпақтарымызға тәлім тәрбие беруде, оларға ақыл кеңес беруде, парасаттылықты, имандылықты, батылдықты, мейірімділікті солардың санасына құюда. Ауыл ақсақалдарының осындай берекелі ынтымағы жарасқан аталы сөзіне қанаттанған жастарымыз да ата жолын қуып, әке жолын қуып, басқа жерлерде үлгі көрсетуде.
Жоспар бойынша ауылдың бірнеше көшесі жөндеуден өтіп, 4G байланыс мұнарасы да орнатылған. Бұл ең алдымен ғаламтор мәселесін, ақпараттық байланыс жүйесін реттеуге өз септігін тигізіп отыр. Бір айта кетерлігі, ауылдағы егіндік жерлерді ұлғайту мақсатында Арқарылға қарай су каналы жөндеуден өтіп, ретке келтірілуде. Қазір жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Алып техникалар су жолын тазалап, бұл тіршілік көзін ауылға жеткізу ісі жіті назарда тұр. Ауыл халқының атқарылған жұмыстарға алғысы да мол. Кеше ғана шаң басқан көшелерге асфальт төселіп, Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ақынның атына берілген көшеге сандық сауаттылықты арттыру мақсатында арнайы QR кодтары бар тақтайшалар орнатылды. Кез келген азамат телефон құрылғысы арқылы арнайы бағдарламамен ұлы тұлғаның өмір баяны жайлы мәлімет алып, мәнді де мағыналы өлеңдерін оқи алады. Бұл атаулы датаға орай атқарылып жатқан жұмыстардың бір көрінісі. Арқарлы ауылдық округі ауыл шаруашылық саласынан тұрады. Соның ішінде мал шаруашылығы бүгінгі күнге қатты дамыған. Сонымен қатар егін шаруашылығын дамыту мақсатында Шілікті өзенін тазарту жұмыстар бүгінгі күнге жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар келесі жылға Шілікті өзені тазарғаннан кейін ауылға су келген жағдайда егін сеуіп мал азығын дайындауға жұмыстар атқаратын боламыз. Сонымен қатар ауылда ауылдың кіреберісінен бастап Шоқан Уәлиханов көшесіне асфальт төгу жұмыстары жүргізіліп, көшелеріміз бүгінге таза. Карантиндік жағдайды ескере отырып, ауыл мектебі де қатаң ережелер негізінде қызметін жалғастыруда. Мектеп оқушылары мұнда штаттық режимде оқуда. Ғимаратқа кіреберісте залалсыздандыру туннелі орналасқан. Шәкірттерді алдымен мектеп медбикесі қызуын тексеріп, барлығы да ойдағыдай болғанда ғана сыныпқа кіргізеді. Оқушылар 2 метрлік арақашықтықты сақтай отырып, арнайы белгіленген жолмен жүруі тиіс. Бетперделік режимде қатаң сақталған. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 345 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 2-ші қосымшасына сәйкес қазіргі уақытта мектептерде штаттық оқу режиміне көшті. Яғни ол әр сыныпта 15 оқушыдан 5 баладан 180 балаға дейінгі контингент, шағын контингенті бар балаларды мектепке оқу рұқсат беріліп отыр штаттық режимде. Сол жалпы аудан бойынша 18 мектеп шағын жинақты мектеп болатын болса, соның ішіндегі шағын жинақты мектептер осы Арқарлы орта мектебі шағын жинақты мектеп жатамыз. Қазіргі уақытта мектепте 1 қыркүйектен бастап жалпы шағын орталықтан бастап 103 оқушы мектепке тартылды. Соның 1-ші сынып пен 11-ші сынып аралығында оқушымыз 97 оқушы қазір дәріс алуда. Сол оқушыларға 26 педагог қызметкерлер дәріс беруде. Бүгіні байыпты, болашағы Баянды ауылдың тынысы осы. Белгілі меценат Бауыржан Оспановтың демеушілігімен ауылдық клуб жөндеуден өтуде. Сонымен қатар округ аумағында үлкен жобаларды жүзеге асырып, мал шаруашылығын дамыту бойынша ілкімді істер атқарылуда. Арқарлының жұмыссыз жүрген азаматтарын қызметке тартып, өңірдің экономикалық тұрғыдан өрістеуіне, халықтың хал ахуалының көтерілуіне өзіндік септігін тигізіп отыр. Маржан Инкарбек, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алмат Есенбеков арнайы Алакөл жаңалықтар үшін. Бүгінше келіп жеткен жаңалықтар легі осындай. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.